Салем достар, бүгін біз егов сайтынан мемлекет алдында берешегі бар жоқ деген справканы алатын боламыз. Кеден және салық, мына жерде салық салу деген бар, соны басасыздар. Төменгі жаққа қарай түсіресіздер. Берешегі бар жоқ деп шығу керек осы жерде. Мына жерде тұр екен. Осыны басасыздар. Онлайн сұрау. Небары 3 жақтан тұрады. Бұл жерде өзіңіздің данныйларыңыз шығады жоғары жақта. Енді сізге қай мекемеден сұратып жатыр бұл справканы, соны таңдайтын боласыздар. Біздің жағдайымызда бұны 16, сондықтан 16-ды басамыз. Ал егер сіздер грантқа, болмаса тағы да басқа органдардан сұратып жатса, соны мысалы налогтан сұрату мүмкін, соны бассаңыздар болады, таңдасаңыздар болады дегенім ғой. Енді бұл жерде біз талап етілетін жер деп басамыз. Енді үшінші пунктте мемлекеттік орган. Қаржы министрін басамыз. Бізде Ақтөбе қаласы, Ақтөбені таңдаймыз. Город Ақтөбе бізде. Енді сақтауды басасыздар. Енді өздеріңіздің қалауларыңызбен теріп аласыздар ғой. Енді біз ЭЦП кілттің эрсасымен қол қоятын боламыз. 1-15 минуттың ішінде уже справкаларыңыз дайын болады. Міне біз қолымызды қойып жатырық, заявкамызды жіберіп жатырық. Достар, егер мен берген ақпарат сіздерге қандай да бір пайдасын тигізіп жатса, менің каналымды қолдап жазылып кетіңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Комментарий міндетті түрде қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қандай видео түсірейін, соны жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде түсіретін болам. Енді мәртебесін жаңарту дегенді басамыз. Бұл жерде статус, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, қазақшасы және орысшасы тұр. Сіздерге қайсысы ыңғайлы, соны скачать етіп алсаңыздар болады, PDF форматта. Каналға міндетті түрде лайк, комментарий қалдырамыз. Каналға жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы видеолармен бөлісетін болам. Сіздерден қолдау менен жақсы видео болатын болады. Сәттілік бәріңе.